записьті қосып. Бізде мына жерде 0,05 мол шықты, да? 16,8, соны бөлдік, мынау 64 грамм. Сахароза изомері. Қазір. Сахароза изомері деп отырғанымыз, мына жерде болады гексоза емес, глюкоза, пентоза, фруктоза, лактоза деп тұр. Лактоза болмай. Жерде дұрыс лактоза, да? Лактоза болады. Ары қарай. Еще келесі. Күміс айна реакциясына түседі деп тұр. Қайсы? Глюкоза. Глюкоза түседі. Сахароза, фруктоза сияқты күміс айна реакциясына түспейді. Барлығында 21 глюкоза түседі. Сахароза, фруктоза сияқты күміс айна реакциясына түспейді. Ол мускул арасымен ашық болып түсетін түседі. 22, бұл жерде Д. 23. Сахароза гидролиз деңгейген кезде біз формуласын жазу керек. Салда H10O. Крахмал емес сахароза деп тұр ғой. Мына реакцияны жазамыз. С12, H22, O11 деп. Оған су қосқанда глюкоза мен фруктоза түсіреді дейді. Салда H12, O6. Екеуінде формуласы бірдей, бірақ біреуінде кетотоп бар, екіншісінде альдегидотоп бар, я? Мына жерде 560 грамм депті. Мына общий сендерде 560. Мынаны күн табу керек. Мына 342 мет сондай еді. Да? Көрсетіп жадым ба? 342 маусын әмері. 166, 166-ға 176. Дұрыс, иә. 342. Мынау 180, екеуінікі 180, ол бізде 360, я? 360 дейміз. 560-ты 342-ке көбейтейік. Бөлеміз 360-қа. Сонда 532 деген жауап шықты. Енді шығым бірдеңе берілген ба? Шығымы 45% болатын болса дейді. 532-ні 100-ге көбейтіп 45-ке бөлеміз. Мына жерде 45%, 100%, x деп. Сонда 1182 деген да жауап шығады. Да жауап шығады. Мына 24, енді 24 басталды ғой, да? Сахарозадан глюкоза алу керек. Оны жаңа реакциясын жаздық, я? Енді глюкозадан этанолды алу үшін спирттік аштамыз. Этанолдан X саты түзілу керек дейді. Чтобы қайттан глюкоза алу үшін. C2H5OH-ты не істейміз? Глюкоза алу үшін не істеу керек біз? Этилен болу керек па дейді. Көміршіл газы болу керек па дейді. Фруктоза, натрий эталаты. Қайттан глюкоза алу үшін бізде не болу керек? O2 болу керек қой, я? Чтобы CO2 болу керек қой? Көмірқышқыл болу, кажется. Иә. Сонда CO2-ге қайттан H2-ны қосып алып, не алады? Салда H12 O6 алады. Сонда X саты бізде CO2 болу керек. Бізде ол көміршіл газы дейтін В жауабы. 25 енді. Қант қызылшасына құрамы дейді.
алынатын глюкозаның массасы. Мынаны реакцияны мына жерден сразу жасап берейінші. Қант қызылшасының құрамында сахароза 80% бар дейді. 891 грамм қант қызылшасынан алынатын. Қараңдар, сахарозаның массасы 80%. Сразу осы жерден 891-ді 80%-ке көбейтіп 100-ге бөліп аламыз. Сендер не бойынша сразу 891-ді қоя алмайсыңдар, иә? Себебі оның құрамындағы сахарозаның мөлшері 80% қой, 100% емес. Түсініп па? 891-ді 80-ге бөліп, көбейтіп 100-ге бөлесіңдер. 712,8. Я, мынаны 712,8. Енді бар табаласындар глюкозаныкын. Мына 180, мынау 342 еді. 712,8-ге 180-ді көбейтіп 342-ге бөлеміз. 375-те 15 болады. Қазір. 'Есіп тұр ма? Я пояснила. Есіп тұр. шықты. 712,8-ді енді не істе дейді? Шығымы 50% дейді. Бұнда біз қалай есептейміз? Шығымы 50% болса, почти жартысы деген сөз, иә бұл? (712,8)ге қай жауап шықты? Дұрыс болды ғой да? 891-ді көбейтеміз 80-ге. Менде бар шықты. 100-ге. 712,8. Оны көбейтемін. Бірінші, мына жерде 375 шығып тұр. 375-те 15. 375,15-ті 375,15. Şimdi kalkulator seçeceğim. Hı, 187'de 187'de неше болды? 6 болды, иә? Сен 187-де 57-ні жоқтаймыз да 6 дейміз сол кезде. Сонда бұл жауап шығады. Дальше мынау бізде 26-да. Бета сәулелену кезінде бөлініп шығатын бөлшектер. Сендерде кестеде болды, помните? Мен айттым ғой сендерге гамма сәуле келген кезде басқа да сендерде не болады деп. Мынау сонда қайсысы болады?
қайсысын белгіледік біз? Позитрон және электрон. Позитрон бөлінеді и бізде электрон бөлінеді, иә? Келесі. Аква кешенді қосыстар. Аква кешенді дейтін болса, онда су молекуласы болады, иә? Мына болады бізде алюминий, и платинаныкі болады, и мыстікі болады. В, Е, Ф. Солай болды ма сендерде де? Күкірт қышқылымен әрекеттесетін заттар. Кстати, осы қайсысы болады бізде HCl4-пен не әрекеттеседі? Мырыш оксиді әрекеттесе ма? СО2 әрекеттеспейді, барий сульфаты әрекеттеспейді, иә, сульфатпен сульфат. СО2 әрекеттеспейді. Барий хлорид әрекеттеседі. HNO қышқылмен қышқыл әрекеттесе ма? Күкірт қышқылы деген тақырыпта сендерде болды бұл. Давайте мынаны. Сонда неше жауап болады мына жерде? Қазір зарядкамды алып келейін, да? Қайсысы болды? Тек қана енді мырыш оксидімен қостыңдар ма? Мен мырыш оксидін жаздым. Енді белгіледіңдер, иә? Менен енді белгілетін болсандар, СО2 келмейді. HNO қасқарау керек. HNO тоже әрекет. Естіліп тұр ма? Все, давайте жалғастырайық мына жерде. Қараңдар, мына жерде HCl4 пен HNO әрекеттеседі. Подождите, бізде 26, я мына жерде 27, 28. HCl4, HNO. Жоқ. Жоқ, только емен. HCl4, HNO келмейді.
үш энергетикалық деңгейі бар бейметалдар деп тұр. Яғни үш энергетикалық деңгей дейтін болсақ, не істейміз? Сыртында үш несі бар, қабаты бар бейметалдар табамыз. Мына жерде қайсысы болады? Үш қабаты болу үшін ол нешінші неде орналасу керек? Германия, селен, кремний, хлор, көміртек, бром деп тұр. Қалай таптық біз осыны? Мен сода дедім. Сода дедім. Мгм. Я кремнийде бізде бар. Я сосын неде бар? Хлорда. Да, хлорда бар. Қалғанда 4 қабат. Қалғандарында төртеу, я болмайды. Қалғандарында. Тұз түзбейтін оксидтер бізде тұз түзбейтін азоттікі NO, CO, я бізде N2O, NO жатпайды. Сонда болады А, С, Е жауабы болады, я. Хлор 2O3-ті тұз түзбейді деп жүрмейді, ол бізде тұз түзеді. H хлор O4 бізде хлор 2O3 пен калий хлор O4 деген, яғни тұздар түзіледі бізде. Қатты күйде кездесетін бейметалдар, енді азот бізде газ, сутек ол газ, күкірт ол қатты, я, фтор бізде ол газ, бром сұйық, кремний ол қатты, да? Сонда С болады и F, кремний. Қатты күйде екеу кездеседі бізде. Бірақ бұлар бізде бейметалдар, қалғандар газ болып тұр. С менен F жауабы. Фенолға анықтағыш реагенттер дейді. Фенолға не анықтайды дейді. Және реагенттер және байқалатын өзгеріс. Бірінші сендер фенолға не қосасыңдар, соны білулерің керексіңдер. Фенолға не қосамыз? Темірдің 3 валентті хлориді, я? Апай, менде ана немене болған жоқ қой осы сұрақ. Неге болған? Я, 31. Менде 31 ме 30. Қайталанып кетті ме? 32-де көрінбей 2 рет жаңағы алдыңғы сұрақ болған ғой. Мына сендерде барлықтарында болмаған. Сенде ғана емес, Махаббат, мен оны таңертең сен 2 рет қайталанды дедің ғой, сосын алдымда неге мен қайталап 2 рет не істеп қойған шығармын деп, скриндап қойған шығармын дедім да, и сразу мына сұрақты қостым. Бұл жерде темірдің 3 валентті хлориді болады, и күлгін түсті қосылыс пайда болады. Фенол деген Күлгін түс қосылыс пайда болады, сол темір шығар екен. иә. Хорошо, осыны қараймыз сендерде. Каждый қосылыстың өзін анықтайтын реагенті болады, я. Біреуіне мысалы бізде мыстың гидроксиді қосылады. Сол сияқты қараймыз. Мына жерде температура артқанда тепе-теңдік солға ығысатын реакциялар дейді. Солға ығысу үшін бізде не болу керек? Керісінше солға ығысу керек. Температураны арттырсақ, қай реакцияда бізде солға ығысады? Тепе-теңдік солға ығысады, дельта H-тың мәні 0 болған кезде. Дельта H-тың мәні 0 болған кезде, я. Мынаулар келмейді, үлкен деген келмейді. Сонда мынада да үлкен да. Тек дельта H-тың мәні 0 кішіден кіші болған кезде бізде не болады? Тепе-теңдік солға ығысады. Дельта H-тың мәні 0-ден 3 деген сол қандай? Минус Q ма, плюс Q ма? Ол плюс Q, я, экзотермиялық реакциялар үшін. Бізде эндотермиялық реакциялар үшін температураны арттырсақ, керісінше оңға қарай кетеді. Бізде экзотермияда мыналар оңға қарай түсіп кетеді. Себебі бұлар минус Q, яғни мыналар эндотермиялық реакция. Мына сұрақтың мағынасын түсіндіңдер ғой, да?
не себепті ВС-да болып тұрғанын өзі айтып отыр. түсіндік. Температураны арттырған кезде ол солға ығысады деп тұр. Уже ана бағытын айтып отыр бұл. Енді бұл қандай реакциялар кезінде ол солға ығысады деген. Бесінерге берілген кестеде ол тек экзотермиялық реакциялар үшін берілген кестеде, температураны арттырғанда солға деген. Ал енді эндотермиялық реакциялар үшін сол жаңа бағыттардың бәрі қарама-қарсы бағытта болады. Сол үшін біз экзо-эндо екенін есімізде сақтаймыз. Яғни табамыз, я, дельта H-тың мәніне қарай. Дельта H пенен Q бізде бір-біріне қарама-қарсы. Енді NS2 NP1 болатын болса, бұның валенттілігі неше болады? Валенттілігі 3 болады, тотығы дәрежесі плюс 3 болады ғой, басқа келмейді ғой. Екі жауап белгілеп жүрмеңдер, тотығы дәрежесі и валенттілігін сұрады ғой деп. Бұл жерде барлығында да бір ғана жауапты беріп қойған. Сол үшін тек бір ғана жауап болады. Мына жерде этил спиртін дегидратациялағанда дейді, CH5OH дегидратациялағанда бізде CH5O, CH5 түзілді. Бізде екі түрлі дегидратация бар, молекула ішілік, молекула аралық. Температура 140 градустан жоғары болса, онда бізде этен, яғни алкен түзіледі. Температура 140 градустан не болатын болса, кіші болсын, диэтил эфир түзіледі, яғни эфир түзіледі бұл жерде. Бізде мына жерде 20 грамм болады. Мынауның есептекші қанша болады? Мынау 46 болады. Түсіндер ғой, да? 108. CH5OH, когда температура 140 градустан үлкен болатын болса, ол кезде CH4 плюс H2 түзіледі. Сендер ойлап отқан шығарсың, не үшін CH4 плюс H2 түзілген жоқ деп. Мына жерде теңестірудің қажеті бар емес па, да? Мына алдын екі қоймаймыз ба, да? Сонда оттек 2 болады, оттек 2 болады, 10, 12 болады. 12 дұрыс. Мына 92 болады. Мына қанша болады? 24, 29-ға қосасында 16-ны, қосасында тағы да 108 болу керек. Или 98. 24-ке 5-ті қосасындар, оған 16-ны қосасындар, оған қайттан 74 болып тұр ғой. Дұрыс қой, да? 74-ті 26-ға бөлеміз, 16 шықты адам. Енді бізде 12 шығу керек дейді, 16-ны 100% деп аламыз, 12/100-ден 6-ны x% деп аламыз. Мына 12/100-ден 6-ны 100-ге көбейткенде, 16-ға бөлген кезде 75% шықты. Да, 75% шығады. Все, енді қазір ана жақтан барлығын дәл осы немен онлайнды тапсырып ұстайықшы, қалай болады екен. Без шама деп қалады. Интересно. Мына бізде 16 болды, я, А болды. Бесіз белгілейік. Бұл жерде иондық болды. 2А болды. 3 бізде С болды, я.
4 бізде D болды. 5 бізде B болды. 6 бізде D болды. Жеті винил бензол ол бізде В болды, я стирол. Қарап отырыңдар, мен қатеге басып кетуім мүмкін. Коэффициенттердің қосылысы мына жерде қанша болды жаңа? Глюкозаның май қышқылы дегенде А болды, я? Бесеу болды ғой. Мынада 9-да Д болды, я? 14-те 7. 10-да В болды. 11-де В болды. 12-де В болды. 13-де А болды. 14-де А болды. 15-де С болды. 16-да несі болды. 17-де С болды. 18-де осы Д болды ғой, да? 18-де В болды. 19-да В болды. 20-да В болды. 21 Д. 22 Д болды. 23 Д. 24 В. 25 В болды, да? 26 А менен Ф. 27 В, Е, Ф. 20 А менен Е болды бұл жерде. 29-да бізде С менен Д, я? Дұрыс қой. Мынада А, С, Е. 31-де С менен Ф болды бұл жерде. 32-де күлгін түсті қосылыс и темір хлориді болды. Потом Апай, мана артта фтор деп басып қойдыңыз, хлор еді ғой жауап. бұл жерде Одан алдыңғысы. мама Иә. Қат. премний. Иә, басқа екен. Потом келесі сұрақта температураны арттырған кезде 0-ден кіші жағдай болды, я? В, С, Д, я? Келесі сұрақта Е болды, я, мына жерде. Мына жерде 35% да болды, я? Енді дұрыс белгілеп қойдым барлығын. Тест аяқтау деген басып көрейік. Қанша болады екен? Неге шықпайды? Тастау 0 болады. Вот. Ой, наконец-то 45 балымызды алдық. Мына жерден ең соңғысында міне барлығы дұрыс болып тұр да. 1-1-1, 2-2-2. Хорошо?
Ана жерде уже 45-тен 45 шығып тұр. Көрдік қой да? Енді каждый оқушының білмеген сұрақ несі бойынша мен зачет аламын, окей? Дәл осы 45-те 45-ті барлығымыз алайық енді. Қазір білмейтін тақырыптарды мен кеше біраз оқушыға жаздым. Енді қалған оқушыларға жазам. И каждый оқушымен зачет алып жұмыс жасаймын енді. Потому что общий білмеген кезде қатемен жұмысты сендер дұрыс жасамай жүрсіңдер. Қатемен жұмыс полный тақырыпты ашып қарамаймыз. Ана